Мінекей достар, мен шоколад ертіп қойдым үстіне тарелкаға. Менде 2 тарелка и кішкентай. Сәлем достар, мен бүгін муравейник тортын жасаймын, яғни шайға арналған. Бізге керегі қамырын мен ерте кеше елеп қойғам, түнге қалдырып, қолым бос болғанда. Сіздерге қамырдың рецептін осы видеоның астына жазып қоямын. Соны бізге терка керек, и сгущенка, қойылған сүт, яғни и пергамент төселген біздің листіміз. Және пешті 180-200 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді кеттік тестаны теркадан өткіземіз. Қалған біреуін морозилке қайтадан салып қоямыз, қатып тұру үшін. Мінекей листімізге теркадан бірінші несін өткіздік. Ірі жағынан, ірі тістерінен. Енді 5-7 минутқа қызарғанша 180-200 градуста пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан нақты несін минутын айта алмаймын. Сондықтан көріп отырасыздар қызарғанша пешті. Мінекей достар, біздің муравейнигіміз пісті. Тестасы біз барлығын бөлшектейміз. Қалғанын тура осындай пергамент қағазын төсеп, барлығын пісіріп аламыз. Үстіп ұлықтап қолымызбен мұжып аламыз. Сосын ең соңында бәрі піскен соң сгущенкамен араластырып тарелкаға жинаймыз. Мінекей достар, біздің муравейнигіміз пісті. Енді сгущенканы қосып араластырамыз. Керегінше аламыз. Мысалы, менікі мұнан жартысын ғана қоссам жеткілікті болатын сияқты. Өздеріңіз тәтті құмар болсаңыздар, көбірек қоссаңыздар болады. Немесе аз қоссаңыздар болады. Қасықпен немесе қолмен немен ыңғайлы соны араластырасыздар. Және де бұның арасына жаңғақ қоссаңыздар болады. Грек жаңғағын ашып, майдалап, турап, сосын тарелкаға әдемілеп, құмырсқаның ұясы сияқты қылып, тарелкаға жинаймыз. Бетіне шоколад сепсеңіздер болады, әркім өзінің қалауына. Менің сгущенкам жеткілікті сияқты. Өздеріңіз көресіздер. Жеткілікті болмаса, тағы да кішкене үстінен қосасыздар. Сонымен мінекей болды. Енді мен тарелкаға салам. Мінекей достар, мен үстіне шоколад ертіп құйдым.